2012 жылы тамыз айында Қытай ғылым академиясы ұйымдастырған Дала жібек жолы және Алтай аймағындағы халықаралық экономикалық байланыстар атты халықаралық конференцияға қатыстым. Конференцияның мәдени бағдарламасы бойынша Алтайдың көрікті жерлерін, мәдени орындарын, тарихи ескерткіштерін араладық. Алтай қаласындағы қазақ мұражайымен танысып жүргенде таныстырушы қыз бізде Абайдың әкесі Құнанбайдың ері мен шапаны бар деп қалды. Елең етіп жәдігерді көрсетуін өтіндім. Ердің ағаш қаңқасы ғана қалыпты, алайда көненің көзі екені көрініпті. Ал шапан жақсы сақталыпты, жасыл түсі оңса да кезінде бағалы киім болғаны бірден байқалады. Бұл шапанның Құнанбайдікі екенінде қандай дәлелдеріңіз бар деп сұрағанымда, мән жайын мұражайдың басшысы біледі, ол кісінің қолында бұл заттардың толық мәліметтері бар деген жауап алды. Құнанбайдың Алтайға барғаны белгілі жайт. Бұл оқиға туралы Шыңжаңдағы қазақ тарихшысы Асқар Тананай, жазушылар Оқап Қыдырхан, Бейбіт Сапаралы жазған және ел аузында тараған ауызекі әңгімелерден белгілі. Сондықтан бұл жәдігерлер Құнекеңнің Алтай сапарынан қалған шығар деп ойлағанмын. Уақытты қыздан жәдігерлердің тарихын анықтаймын. Осы оқиғадан соң арғы беттегі таныстарға, әріптестерге, Алтайдағы мұражайға телефон шалып, хат жазып, деректер іздестірген болып едім. Бардым, еш нәрсе таба алмадым. Ақыры осы жылдың ақпан айында жолым түсіп, Алтай қаласына барып, біраз мәселенің басын ашып қайттым. Құнанбай жайында зерттеп жүрген Алтай қаласының тұрғыны Мұрат Әбілқасымұлы Мұра журналының 2013 жылғы нөмірі 1 санының 5 бетінде жариялаған Семейдегі Шәһәрім атындағы университеттің профессоры. Мұхтарбек Кәрімовтың жазған бір-екі сөзіне көзім түсті. Хатта аса құрметті Мұхтарбек Қарпықұлы Кәрімов мырзаға өздеріңіз берген шабыттан ой түсіп, Шыңжаң газетіне Шыңжаңда Абай ұрпағы бар ма деген мақала жаздым. Жариялап жатса ел құлақ елу, хабар келіп қалар, ғажап емес. Талай бауырларын іздестіріп жатыр, тек хабар келіп жатса тағы да айтар. Сұлтан Жанболатов делінген. Сұлтан Жанболатов ағаның осы сөздің мен де шабыт алып, қарап жатпайын деген өзім танитын адамдардан хабардар болып, Алтай қаласы көлемінде Абай ұрпағы бар ма деген сұрау салдым және арнайы іздедім. Жолым болып Алтай қаласының Шүрекши ауданында бір тойда Аға Сұлтан Құнанбайдың жиеншары Өмірбек Баймұхамедұлға жолығып, бетпе-бет сөйлесіп, Аға Сұлтан Құнанбайдың қарындасы Айбала, ал Айбаладан туған кейінгі ұрпақтары жөнінде нақты мәлімет алдым. Құнанбайдың әкесі Өскенбай бимен Өтеудің құдалығы туралы, Өтеудің намаз деген ұлынан туатын Әбубәкір Қалитұлы 1903 жылы Қазақстанның Зайсан өңірінде туып, 1987 жылда Алтайдың Шүрекши ауылында қайтыс болған. Олай деп кейінгі ұрпақтарына аманаттап айтып кетсе керек. Шамамен осыдан 180 жылдың алды-артында Жәнтекейден тараған Сүйінбай, одан Есіркеп, одан тараған Өтеу әулеттері кезінде Аға Сұлтан Құнанбай, тіпті оның арғы атасы Өскенбай бимен мекен еткен. Қазір Қазақстанның Зайсан, Шыңғыстау, Жидебайлардың маңында көшіп қонып жүріп, Аға Сұлтан Құнанбайдың әкесі Өскенбай би ауылына құдай десіп, құдаласып, Өскенбай бидің Айбала деген қызын Өтеу өзінің Шомақ деген ұлына айттырып алып береді. Өтеу мен Өскенбай би ортасында міне осылайша құдалық қатынасы орнайды. Құнанбайдың жиеніне берген күміс ері 1966 жыл мәдениет төңкерісі кезінде күміс әшекейлерінің барлығы отқа жағылып, ердің құр қаңқасы ғана қалған. Құмбиберлердің ұстанымы бойынша кедейдің мінетін ері қалпына келген Алтай қаласының музейі. Өтеу әулеті өз кезінде сол дәуірдің ауқатты байларының бірі екен. Ұрпақтарының айтуында қарағанда Өтеуге 10 мың жылқы, 5 мың қой бітіп, елі мен жұртына байлығымен де, адамгершілігімен де жаққан адам екен. Елі мен жұрты Өтеуге сіз би болыңыз деген талапты қойған. Сонда ол кісі мен би болмаймын, би түсетін үй боламын деп отырып алыпты.
Кейін ол кісінің айтқаны келіп, Өтеу әулеті қазір Қазақстанның Зайсан өңірін мекен еткен. Өтеудің бүкіл өмірі де осы арада өтіпті. Өтеу өз заманда көріп кел, бар қасиеті адам болғаны шындық. Күнбатыстан бір шу шығады, сол шу күншығысқа да жетеді. Шудың алдында өңсең шаршы жирен сақалдылар жүреді. Бай бағлан, би батыр сияқты елдің қаймақтарының бәрін құртып, өңшең құлғытан, зәһәр залым, дінсіз бессіз, қағылған соғылған 200-300-лер ел басқарып, халықты қанға ақсатады. Зардап ұзаққа кетіп, ақырында Алла тағаланың қаһарына ұшырап, күні бітеді екен деп айтып отырған. Жылына 1-2 рет шүлен тартып тұрыпты. Өтеу қайтыс болғаннан кейін сол маңдағы ауыл адамдар Өтеу зиратына барып, ауық-ауық Құран оқып, зират маңынан өткен жолаушылар аттарынан түсіп, жаяулап барып Құран оқып, бет сипап аттанады екен. Бұл қазірге дейінгі дағдыға айналыпты. Өтеу қоныс еткен ауылдардың малына түрлі індет тигенде, мал иелері малдарынан қоралап айдап Өтеудің зиратының маңына бір күн түнетеді екен. Ғажабы сол түнеп апарған мал қасқыр шауып, ертесінде ауырған малдар ада күде жасылатын болып. Бұл іс бертінге дейін жалғасып. Бәлкім ол кезде мал шипагері болмағандықтан осылай істегенде шығар. Алайда бір қасиеттіліктің жібіші көрініп тұрғандай. Өтеудің ораз, намаз, шомақ, абыз, аби есімді 5 ұлының ортаншысы Шомақ. Осы Шомақ Өскенбай бидің күйеу баласы. Шомақ сөзге шешен, еліне беделді болып, Есірке руының биі болып, билік тасын қолына ұстағанда әділ турашыл адам болған. Шомақ пен Айбала Тұрғынбай атты ұл, Елқан атты қыз сүйеді. Шомақ пен Айбала Алтай жеріне келмеген. Қазір Қазақстанның Зайсан өңірінде жасап, сол өңірде дүниеден өткен. Аталары Өтеудің жанына жерленген. 2009 жылы Құнанбайдың жиеншары Өмірбек Баймұхаметұлы Қазақстанның Зайсан ауданына өтіп, бабасы Өтеудің басына Құран оқытып қайтты. Өтеудің зираты өзінің атамекені Сайқан тауының терістік бетіндегі Қорай ауылының жанында орналасқан. Жылқының қырымен араластырып, саздан дөңгелеп, қорған тістеп жинапты. Қорғанның қалыңдығы құлаштай, бір ғасыр уақыт өтсе де бұзылмаған. Енді Өмірбек нағашысы Құнанбайдың басына барып, тәу етіп қайтпақшы. 1860 жылдың орта шенінде Шомақ пен Айбала баласы Тұрғынбайдың нағашысы Аға Сұлтан Құнанбайдікіне нағашылатып апарады. Тұрғынбай 1860 жылы қазір Қазақстанның Зайсан өңірінде туып, 1929 Зайсаннан қоныс аударып, Алтайдың Шірікше жеріне келіп қоныс теуіп, кейін өмірін осы жерде өткізіп, 1946 жылы 86 жасында қайтыс болады. Тұрғынбай нағашысына барғанда ашамайды ерге мінетін кез екен. Шомақтар қайтарында Құнанбай жиеніне ат мінгізіп қайтарамын деп, екі құлағының үстінде теңгедей қарасы бар, мөлдір ақ боз атқа көк сауыр былғарымен шұбарланып қапталған, алдыңғы артқы қасына күміс жалатып, бұршақ басты алтын жалатылған жез шегемен шегеленген ер тоқымды ат мінгізіп жиеніне шапан кигізеді. Тұрғынбай осы мөлдір ақ боз атты көп жыл мініп жүреді. Кейін осы ат ақ патшаның әскерлері жағынан қолды болады. Тұрғынбайдың нағашысынан киген шапанды бірнеше ат аралап Тұрғынбайдың кенже ұлы Баймұхаметке, одан немересі Кәмелханға, одан шөбересі Өмірбекке жетеді. Осы шапанның тысы жасыл түсті, мәуіті тұрғын болып, астар 3 қабат шүберекпен астарланған. Ойма жағалы, қаусырмалы, түймесіз, ең ұшы жағасы және өңірі 5 елі мөлшерінде сыралап тасталған. Шапанның етегі мен жеңі бір тектілік ұзындықта. Осы шапанды киіп көргенімде бейне бала іспетті болып, ішіне кіріп кеткендей болдым дейді. Өмірбек Баймұхаметұлы. Ал ер тоқым алды биік, арты аласа бір адамдық қана. Көз ашық көкірі ояу қариялардан сұрағанымызда арғын ер тоқымы болып шықты. Осы ер тоқым елімізде жүргізілген мәдениет зор төңкеріс кезінде 4 көне ретінде қызыл қорғаушылардың Құмбердің қолына түсіп, айшықты оюлар мен алтын жалатылған жез шегелердің басы мұжырайып,
ornu ganak kalgan. Майысқан өмүлдүрүк айыл тебинге үзөңгү сыяктуу эр токум абзелдери әркімнің қолында кетип, мәдениет зор төңкеріс аяқтаған байлардың мал мүлкі өздеріне қайтарылғанда, ер тоқымның қаңқабасы мұра иелерінің қолына келеді. Ара 300-ге берсе алты алашқа аты мініп, Өскенбай бидің қызы Айбала өз аталығында ат мініп, атан жетелеп, сол дәуірдің сәнді салтанатымен келгенін айтпасақ та, жалпақ жұртқа мәлім. Айбаланың төркініне мініп келген күміс ер тоқымнан басқа әбзелдер тозғаны тозып, жоғалғаны жоғалып, қазір сол ер тоқымның қос қабында күміс үзеңгісі кейінгі ұрпақтарында сақталып қалады. Осы әулеттің қазір ұрпақтары ақылдаса келе Тұрғынбай мен Айбала апасынан қалған мұра ер тоқым чапан, қос табанды күміс үзеңгіні Алтай қаласының мұражайына қол екі табыстап, кейінгі ұрпақтардың бекзаттық мұра ретінде тамашалауына береді. Енді Құнанбайдың Алтайға келу жөнінде бірер сөз. Құнанбай аға сұлтан, бірақ төренің орынбасары болып сайланған кезде патша әкімшілігі әпербі хандары мен қандары қата өштескен қазақ азаматтары ақсақ қиян табылды деген өзінің бастығын өлтіріп кетіп, Алтайда қабақкерелер арасына келіп паналайды. Оларды қолына түсіре алмаған қапы қалған жандарға қатты ашуға бөгеді. Сөйтіп, қиянмен табылдыны Алтай асып кеткенін естіп біліп, керейдің ел билеуші Ажы Төрек аталас туысы Барақ Төрк арқылы хат жаздырып, екі қылмыскер қашқын ұстап беруді талап етеді. Осы мақсатта аға сұлтан Құнанбайдың арнайы тапсырмамен Абақ еліне аттандырды. Деп көрсетеді Құнанбай өмірі мен қызметін зерттеуші Біз Сапаралы. Оқиға Барақ төрі Солтабай ұлы басқарып отырған Найман Сыбан елінде өткен. Ақсақ Қиянмен табылды Сыбан елінің азаматтары. Ақсақ Қиян жасы 60-тан асқан белгілі барымташы. Қара шекпенділермен ішкі Ресейден келген қоныс аударушылар. Жерге таласып жүргенде орыстың оғы тиіп, сол аяғы кем болып қалады. Сыбанның елбасылары мен билері кеңесіп, орыстың құрығы ұзын, қазақтың қай жерінде барсаң да ұстап алады. Ежелден бізге ел болған кең балақ, керей ішіне кетіңдер деп шекарадан өткізіп салады. Барақ білмеген болып қала береді. Бұдан біз орыстың қаһары қандай күшті болса да, елбасылардың басына күн туғанда ерлерін ұстап бермей, ажал аузынан алып қалғанын көреміз. Қазіргі орыстың қолшоқпары болды деп Құнанбайды Жәңгір ханды орынсыз кінәлау бар. Шын мәнінде Құнанбайда Жәңгірде Ресей империясының қазіргі тілмен айтсақ әкімдері, ол өз елдеріне қандай бүлік бұзақылық, кісі өлтірушілік, керуен тонаушылық, тағы сол сияқты губернатордың алдында басын жауап беріп, тәртіп орнатуға міндетті болған. Финляндия, Польшадан бастап Португалға дейінгі Евразияның жартысын билеп тұрған империяның өзді бастығының подполковник Ченді қайдағы бір бұраталандардың өлтіруі губернаторға аспаннан жай түскендей болады. Сондықтан аға сұлтан Құнанбайдың өзін жұмсап, қылмыстыларды тірідей өлсе басын алып кел деп қатал зілді бұйрық беріп жұмсайды. Ресей табиғаты азиялық, деспотиялық империя деп баға береді шетел зерттеушілер. Олар ата жауларының басын алдырып кек қайтару, Кенесарының Кейкі батырдың, Қажы Мұрат тағы басқа бастар мемлекеттік рәзімдер дәрежесінде көтерілген. Құнанбай келеді дегенде керей елі Ақпатшаның аға сұлтанынан гөрі көптен көрмеген алыстан туысымыз келе жатыр деп барынша дайындық жасайды. Жоңғарға қарсы ұлт-азаттық соғыстың қаһарманы, еліне уран болған Ержанбек Бердәубетұлының қарындасы Ербек ана Өскенбайдың жұбайы болған. Қап өзенінің бойында елу үй тіктіріп, елбасылары Әжі Төре, Шәу Жырау, Шегебей батыр, Көкен би, Жетібай, Бейсенбей би қатарлы қарсы алады. Аға баласы сіз сөйлеңіз дегенде бір сөзін артық дематпайтын Құнанбай істің мән жайын керейдің игі жақсылардың бүге-шігесіне дейін біліп отырғанын сезіп, сөз сізде, өздеріңізде деп жауап күтеді. Бірінші болып сөзді Шәу Жырау бастайды.
Жігіттердің ата жауымыз кәпірдің желкесін қиып, бізді ел санап қорған болады деп қашып келген рас. Қырғидай қорыққан торғайда бұтаны қорғалап аман қалады. Бұта құрлы жоқ бізге. Кешегі өткен қанымыз ер абылай. Қалың Қытай құмырсқадай әскерін қаптатып қойып, әмірсананы ұстап бер, ақысына жер береміз дегенде абылай берді ме? Берген жоқ. Әлсіздерді қолдап, күштілерді қайратына ата салтымыз емес пе? Ақсақ я бір жыл арамызда тұрып, өз ажалынан дүние салды. Табылды табылмайды, келмеске кетті. Бас десеңіз бас тауып, қағаз десеңіз қағаз тауып, мөрімізді басып берейік деп сөзін аяқтайды. Табылыны Шынжанның шкірті Баркөл жағына өткізіп жібергенін айтып отыр. Қазір ұрпақтары сол жақта деген ел аузында дерек бар. Әу баста екі жігіттің ерлігіне шыдатқан Құнанбай. Өлгендері тіріліп келмеске кеткендердің қайта келіп жүрмесін деп сөзін қайырады. Ақыр екі жағы келісіп, ақсақ қияның өлгенін куәландыратын билер бармақтарын басып мөрлерін қояды. Алтай елінде айтылатын тағы бір әңгіме. Жакубайдың Құнанбайды қарсы алғандағы қонағы жайында. Құртайды сойып, барлық етін түгел асып, бір табаққа салады. Шетін қазық айналдырып көмкеріп, ортасына тайдың басын қойып, төрт жігіт тай табақты төрт жағынан ұстап Құнанбайдың алдына алып келді. Құнанбай осы сапарын еске алғанда алты алаштың талай жерінде болып, ел аралап, дәмін татып жүрген, мұндайды көрген жоқ еді. Түбінде қазақтың салт дәстүрінің қалатын жері осы болар деп еске алады екен. Әжетөрі шәу жырау, бейсенбі би. Жакубайдың Құнанбайды қарсы алған Қап өзенінің жағасы қалың қарағай, қайың аралас алақайда. Қазір Қытайдың саясат мекемесінің мейрамханасы орналасыпты. Жердің жанат екен. Тайтабаққа келетін болсақ, 1966 жылы мәдени революцияға дейінгі сақтаныпты. Кумбебиндердің байпедалдардың ыдысы деп отқа жағыпты. Көнекөз қариялардан сұрастырып жүр. Тайтабақтың пошыммен қайтадан қалпына келтіріп сұлбасын сыздық. Керейден ұл туса, қарағашқа құн туады дегендей, менің ұстанымым бойынша Шынжандағы қазақ мәдениеті мен өнеріне жанашыр болып жүрген Рақат Қадыр мырзаның демеушілігімен Тайтабаққа қазір қайтадан жасалып жатыр. Құнанбай өмірінің бір қыры осында.